Пси жүйесінде кулон күшінің жазылуы біраз күрделі болады. Ол тең болады F тен 1 бөлінген 4π эпсилон 0 көбейтілген Q1 модулі көбейтілген Q2 модулі бөлінген эпсилон R квадрат. Эпсилон 0 деген бұл электр тұрақтысы, ол тең 8,85, оның минус 12 дәрежесі фарад бөлінген метр. Эпсилон деген бұл диэлектрлік өтімділік. Бұл зарядтар қай ортада орналасқанын көрсетеді. Енді нанық байқайтын болсаңыз, 4 тұрақты пи, ол 3,14 тұрақты, эпсилон 0 тұрақты. 3 тұрақтыны біз бір тұрақтымен алмастыруға болады. Егер бәрін қоятын болсақ, бізде 9,9 дәрежесі шығады. Немесе оны біз К-мен алмастырамыз. Сондықтан, егер тестті сіздерге кулон күшінің өрнегін көрсетіңіз десе, осыны көрсетесіздер, осы өрнекті. Ал егер тек қана есептер шығару үшін біз осы формуланы қолданамыз. Ол өте оңай.